Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде дүние тану сабағы, ал бүгінгі тақырыбымыз адам досымен мықты. Бүгінгі сабақта сен этика ұғымы мен әдептілік қағидалары туралы білетін боласың. Адамдар арасындағы достықтың маңыздылығын үйренесің. Балалар, бүгінгі сабағымызды адалдық ана сүтінен де абзал деген нақыл сөзбен бастайық. Балалар, енді мына сұрақтарға жауап беріңдерші. Достық деген не? Достар деп кімдерді айтамыз? Достық туралы бірнеше мақал мәтелді есіңе түсіріп, айтып бер. Олардың мағынасын ашып, түсіндір. Кәне балалар, достық туралы қандай мақал мәтелдерді білесіңдер? Иә, досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген сияқты мақалдарымыз бар, иә? Тағы қандай мақалдарымыз бар? 100 теңген болғанша 100 досын болсын дейді, иә? Достық сөзінің мағынасы өзара сыйластық пен ортақ мүддеге құрылған жақын қарым-қатынасты білдіреді, балалар. Кітапта берілген достық туралы хикаяны оқы, сұрақтарға жауап бер. Достықтың мәні неде? Сенің ойыңмен сәйкес келе ме? Балалар, қазір сендерге осы кітапта берілген хикаяны оқып беремін. Мұқият тыңдаңдар. Екі дос бір егістікте жұмыс істейтін. Бірі үйленген, отбасысы бар. Екіншісі бойдақ. Күн батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе-тең етіп екіге бөліп алатын. Бойдақ жігіт түскен пайданы тепе-тең етіп бөлгеніміз дұрыс болмады. Мен жалғыз тұрамын, сондықтан да көп шығыным да жоқ, деп ойлайды. Осындай ойымен бір қап бидайды жасырын түрде досының қорасына апарып тұрады. Досы да ішінен түскен өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес. Менің отбасым бар, қартайғанда олар маған қарайды. Досымның болса ешкімі жоқ, қартайған кезде оған қарайтын адам болмайды дейді. Осылайша ол да түн жамылып досының қорасына бір қап бидай апаратын болды. Осыған қарамастан екі қорадағы қаптар саны неліктен еш азаймағанын екі дос та түсінбей жүреді. Тағы бірде екеуі бір-бірінің қорасына қап апара жатқанда жолда кездесіп қалады. Сонда ғана олар болған жайды түсінеді. Қаптарын жерге қоя салып, екі дос бір-біріне деген адал ниетті екендерін біліп, көздеріне жас алады. Қандай әсерлі оқиға, иә балалар? Саған достарының арасында өзіңді әдепті ұстай білуге этиканың қандай ережелері көмектеседі? Сол ұстанымдар мен ережелерге мысал келтір. Сыныптастарының барлығы саған дос бола ала ма? Досыңның қандай жақсы қасиеттері бар? Достықты сақтау үшін мінез-құлықтың әдептілік қағидаларын сақтаудың маңызы зор. Өзіңе өзгелердің қандай қарым-қатынаста болғанын қаласаң, өзің де өзгелерге сондай құрметпен қара. Яғни балалар, сендер қандай дос болсаңдар, сендерге де дәл сондай дос кездеседі, иә? Егер досыңның саған деген қарым-қатынасы жақсы болғанын қаласаңдар, сендер де жақсы қарым-қатынасты ұстау керексіңдер, иә? Балалар, сендер адал дос дегенді қалай түсінесіңдер? Адал дос қандай болу керек? Иә, адал дос досына өтірік айтпайды. Енді кітапта берілген мына мәтінді оқып берейін. Достарыңмен бірге сабаққа дайындалғанда және басқа да уақытта әдептілік ережелерін сақтаған абзал. Тәртіп адам бойында қалыптасатын тәрбиенің үлгісі. Мәселен, сен және сенің достарың мектепке кешікпей келесіңдер. Мұғалімдерге орындарынан тұрып, ізет көрсетесіңдер. Міне, осының бәрі әдептілік үлгілері саналады. Түсіндіңдер ме, балалар? Бәрекелді. Балалар, енді ауа райы деген әдіс арқылы кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма, балалар? Бәрекелді. Ұнағанына қуаныштымын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай болды? Дұрыс айтасыңдар. Адам досымен мықты деген тақырып болды, иә?
Жақсы. Бүгін біз достық жайлы көп әңгіме қозғадық, иә? Енді бүгінгі сабақтан алған әсерлерің қандай? Бірінші суретте күнмен өте тамаша смайлик берілген, иә? Ал екіншісі орташа деген мағынаны білдіреді. Үшіншісі жаңбырдың тамшысы және ойланған смайлик. Ол бүгінгі сабақтан жақсы әсер алмадым дегенді білдіреді, иә? Мен барлықтарын бірінші смайликпен жарқыраған күнді таңдадыңдар деп ойлаймын. Бүгін сендер барлықтарын сабаққа өте белсенді қатыстыңдар. Сау болыңдар, балалар.